Veremiz bayanda. Keşke suğa toydurup ala salıp beripti, üstüne şampunмен жууп. Hiç kim surap atkan yok. Suraydı koy, bazar endi bastırıldı koy. Jonka niyetkendi, jonka ayakta. Jonka emas, özümüz aq satып beremiz. Satındır bu erтерек. Түс болду. Mal alamız, mal var. Mal alamız. Sen Medinet söyleseyim mal alamız deme. Nire oy? Medinet söyleseyim 4 tülük alamız, 4 tülük. Bırak tülük koy bizde. Bir tülük alamız, tülük. Kichkentay tülügümen bir tülük var. Tülük alamız. Kavun satıp atsınlar mı? Bir tülük vardır. Var jonka niyetkenleri. Çıkan soysa da kasap soysun. Jonka öz Pireş jеп atkan ol жаңа. Pireş jegeni şakırsa satayıp da keyin jeydi koy. Jonka, sen neşe tamaqtan otsun ba? Sen 1 saat boldu izlep atkanımızga. Хамекең чакырып атыр, аны сиырт сатуу керек. Жеп алайш? Жеп алганда 1 saat болду, аны сиырт сатуу керек, чакырып атыр Хамекең. Сатам деген. Бар. Соң бола сени ертип келдик қой. Hayır. Сіздің іздеген сиырыңыз мына жақта болып жүрсеңші. Бүгін қарасаңшы, Голландияда туылған, Швецияда өскен, Францияда оқыған мына сиыр. Польшадан алдырамыз шөптерін. Чисто плотный сиыр. Мықты енді. Бұған енді бір жақсы жер анау не жаңағы азанда ертең падаға шығарып салып, ондай жоқ бұда. Bir gün aldın keşke gelesi de ертең pada дейсіз, өзі шығып кете береді. Бірақ бір несі бар енді, ауырат бұл. Ауырған емес, ауырса амаймен мәне. Ауырғанда бұл футболға ауырат. Арсеналдың жанкүйері. Ана Арсеналдан өз елге кеткен кезде қатты жылады бұл. Ана үйде телевизорды кішкене әйнектің тұсына қойсаңыз, бұл футбол қарайтыны бар түнде. Сол жерге қойсаңыз, енді тоқа терісін айтқанда 15 литр сүт береді. Немене böyle? Su қосып бере ма бірден? Өйтіп айтып атсыз? Әзіл ғой 15 су деп. Әзіл болса біз күлетін ақ қой екеуміз. Оны әзілдің әзіл екенін айтып түсіндік. Аласың ба? Алам бол. Болды. Бағасын қанша алдыңдар? 400. 400 ба? Иә? Бұна бағасын естісе болды өйтіп. 400. Берекесін берсін Хамеке. Жақсы сауда болды. Жақсы сауда болды. Зор болды. Адам деген көп қой кәдімгі мал базарда. Рахмет Жонка. Тірлік сенікі болды. Тура ойдағы бағаға жіберді. Жақсы болды. Жонканың арқасы. Енді базарда жүрген бала да бәрібір. Басқа бізге қарағанда. Енді айтсаңшы, бақыт деген не? Сиыр сатқан деген айтамын дедіңіз ғой. Сол ма бақыт деген? Асықпаш. Бақыт деген ол айта салатын нәрсе емес ауызбен. Ол бақыт деген мүлдем басқа нәрсе. Сен асықпа, мен қасымда бол. Қасымда болғанда азынан бері жүр қой қасыңызда. Сиыр сатамын дегеннен айтып сатамын дедіңіз. Ендігі жұмыс сен кірзаш. Енді машина алу керек. Машина? Иә. Бақыт деген сол ма? Асықпаш Рзаш бақытқа. Машина алу керек. Сен анау неден қарап жүретінен ғой телефоннан жаңа коляска ма не дейтін еді? Колеса. Колеса ма? Сол колесаңнан көрш.
ұзаққа кетпей ақ қоя салайық, осы маңайдан қараңдар. Бар ғой мен өзім бүйтіп қарап жүрген машина. Ұзаққа кетсе көлікте жоқ та, оған мініп бар не қылатын. Осы маңай болса жаяу барамыздағыны қайтарда машинамен қайта саламыз. Мініп барайын десек сиыр та сатып жіберді. О сиырға мініп жүрген жоқпыз ғой. Айтып жатырмын да жаяу барғаннан кейін. Қойш. Шикті? Бұл сен ішетін қымыз емес, Жанка. Мен бұны ішіп жүргеніме 3 жылдай болып қалды. Мынау мықты күшті қымыз бұл. Оны сен қазір ішетін болсаң, жағдайың қиын болып қалады қазір. Ой, не бір нәрсені ішіп жеп жүріп қой, тасқа дейін қорып жеріп жатыр, асқазан уайымдамай ақ қойсаңшы. Мен қызғанып отқан жоқпын деймін. Өзіңнен көр, мақұл, өзіңнен көр. Бар ғой баратын жер. Онда былай жасақ. Онда сен жаңа неңнен көріп телефонымнан. Бар ғой, көрші ауылда. Көрші ауылда бар, онда тұрып кетейік осы жерде. Жалпы машинаны не істейміз оны? Асықпашы сен. Бірінші алып алайық. Сабақ дейіне сәтімен. Барлық нәрсені өзінің кезегімен айтамыз. Асықпаңдар. Кетіп тұрдық онда. Сен байқана не? Қалайсыз аға? Да, жақсы. Айжысқаны қай жерде? Мына үйдің жанымен тіке кете берсең, тұр өзі. Не ғой, андай үйде су бар ма, жылы су, жуынып алу керек еді, андай мал сасып тұр да денем. Жеңшеңнен сұрашы, жеңшең жүрген. Бол. Сіздерге не керек? Бізге машина. Тұрған. Осы ма колесодағы? Иә. Қамеге? Болмайтын ау. Пробег айналып кеткен ғой, мұнан 470 мың болып кеткен ғой. Ондай болса болмай Иә, шаршап қалған ғой. Біраз жүріп тұстаған ғой мұна. Кеттік, басқасын көрек. Сөйтек, басқа бар еді ғой, соны көрек. Кеттік. Жүріңдер, кет. Болыңдар шөр. Жақсы. Көке, мына помидорыңыз мощный жалыпты, риза болдым мен. Мына машина болмайды Қамеге. Нағап? Пробег айналып кеткен ғой мұнан. Пробег деген қай жерінде өзі? Ортасында цифрлар тұр ғой. 580 мың болып кеткен. Ескі ма енді? Ескі машина қарасаң, ішінде бәрі ескі ғой мұнан. Ескіріп кеткен. Тәспі ғана жаңа сияқты ғой бұл да. Не істейміз енді, тәспін аламыз ба? 400 мыңға ма? Кеттіге, басқасын көрек. Сөйтек, басқа машинаны көрек. Болмады. Не қылдың сен? Нан кәдімгі. Зор екен бар. Нан екен кәдімгі. Басқаша жасалған ғана жоқ. Көке! Кім бар? Бар. Нағымыз? Жоқ, нағымыз? Шай ішіп алып көрді. Налар кімдер? Бізбен жүр олар. Келіңіздер. Ой, дұрыс сияқты көріңіз. Соғанда, капотын ашып жіберші. Бол, ұста. Мен Ұста, капот ұстасай. Екі өтіне ұста. Машинаны көргеннен кейін ад өші көріңіздер. Көріңдер. Май жемей ма? Манты жей. на бүйтіп атсыз? Әзіл ғой? Он әзіл болса күлетін ақ қой екеуміз. Оны айтып түсіндіріп бермейді ғой әзілді. Әзіл болса бірден күледі. Иә, сіз мысалы айтасыз ғой әзілді. Біз егер бірден күліп жіберсек, ол әзіл болады да. Сіз егер айтып қойғаннан кейін барып, оның әзіл екенін бізге әзіл ғой деп түсіндіріп жатсаңыз, онда ол әзіл емес. Ол әзіл емес. Ондай әзілдер YouTube-та толып жатыр онда. Әңгімелер. Ондай әңгімелер. Май жей ма? Май жемейді. Манты ше? Манты жейді. Мынау әзіл. Болмайды Қамеге. Пробег айналып кеткен да. Ырзаш. Менің де пробегім біразға барып қалды. Нешінші машина мынау, ала салайықшы. Ала салғанда Қамеге, ақыр алғаннан кейін дұрыстауын алу керек та, асықпай. Бопты мына, басқасы. Болмайды мына. Алмайсыңдар ма не? Жоқ. Менде басқа бір екінші машина бар, Ауди.
Ауди? Зор Ауди бар. Ауди деген нағыз трассаның машинасы қам екен? Қандай 100 ба? Көресіңдер ма? Онда соны көрейік. Көрейік. 100 ба? Иә, 100, Ауди 100 ғой. Болды, соны көрейік қам екен. Барлық есік естіп ашыла ма? Жоқ, мынау ғана ғой. Кет, Ауди деген зор. Әдемі. Жігіттер деймін. Амайтын болыңдар ма не? Байқамадың ба не амайтынымыз ба? Кеттіге, Жонка, сен. Қасында тұрып қой, қанымызды. Көген айба бар ғой. Айба екен. Дәм зор екен. Бірінші рет жеп тұрмын. Мен айым. Тақылдат, біріктетті, тақылдат. Ассалаумағалейкум. Осы ғой? Осы ма? Осы. Көке, әжетхана қай жерде? Әжетхана жоқ жесі қазбады. Жігіттер, мен көшеде күтемін. Көшеде күтесің ба? Не ғой, үйде пеш бар ма? Аяғым қатып қалды, жылтып отырайыншы. Салтамда бар, Болды. Қыз айдаған ғой жігіттер. Машина жақсы сақталған. Қыз айдаған болса қамеке алу керек мұнан. Қыз айдаса жақсы ма не? Иә? Нақ? Қиындық көрмейді да машина. Иә? Оның үстіне іші әдемі сасиды. Әдемі иш шығады десей? Иә, іші. Ой, көрінісі де жақсы екен, көрген. Иә, жастардікі ғой. Алайын деп жатсыңдар ма? Аха. Жақсы. Өкінбейсіңдер алсаңдар. Мынаның пробегі қалай екен, көрдің ба? Пробег жақсы болады. Амортизаторын көру керек. Осы студент қызым айдаған ғой. Болды, аламыз. Нені? Машинаны да? Жаңа үлкеніңіз әпшем бол менің. Әпшеңіз ба? Әпшем бол. Амортизаторда дұрыс. Көлікті қатырдыңыз қамеке. Иә? Сонша іздегенімізге арзыды. Құдай қашық. Иә. Не ана қолындағы? Көмір ғой, көмір. Көмір жоқ па үйіңде? Көмір бар, просто қатты қыздыра дегенде качественный екен. Көке, көміріңізге риза болдым бар. Зор екен дейді. Жақсы онда. Болды, Хамитша, игіліңе мін. Болды, берекесін берсін ақшаның. Игіліңе мін. Болды. Сіз айдың. Жақсы көке. Сен, Ау қамеге? ендігі шаруа сенде болып тұр. Ана келінің мен әніңді қалаға жіберу керек қуадыр. Соған үй керек қаладан. Сенің үйің бос па? Менің үйім болғанда, сіздің үйіңіз ше? Менің үйім Алматыда ғой, ол Шымкентте дейді істейтін жұмыста, жаңа баратын жерлерде ортасында. Сен соны шешіп берсейші, бірдеңе қыл. Алматыдан не үшін келдім? Mesela қара шаңырақта барлығымыз улап-шулап жүре береміз деп ойлап едім. Өмір заңы бәрібір өзінің дегенін жасайды екен ғой. Бірге тумақ болғанмен бірге жүрмек жоқ деген рас екен. Біреуміз тұрсақ қара шаңырақта бәрі біреуміз қалаға кете көреміз. Заманың қалай болса тақияң солай кедейді. Заман солай болып бара жатыр. Соны шешіп бер енеңе.
Менің үйімде адамдар бар еді, бірақ сонда да бір мәнісін қыламыз, шешеміз. Мына машинаны да соған алдым. Ағасы бар сияқты жүрсін дедім да қалада. Дұрыс. Ағасы бар сияқты, машинаны да соған алдым. Үйде де ағасы бар сияқты тұрса сол жақта. Соны шешен десің. Хамеке бақыт деген не енді сонымен? Рзаш, ол бақыт деген енді ол мынау деп айта салатын нәрсе емес. Оны уақыт өте келе сезінесің, түсінесің. Егерде сезіне алсаң, егерде түсіне алсаң сол нәрсені. Жабығып қалғаныңда, таусылып талғамыңда, арылып ауырмыңнан бір сәтке алдануға, қасыңда бір болатын жасысаң сынға алатын, жапанда жаяу қалсаң аямаспын қанатын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін. Мен өзімді жалпы өмірде жол болшы адамдардың қатарына қосыламын. Әшейін шығып деп звезда болып кеткен адам ғой мен. Қанат, осылай жүре бересің ба? Жақында театр, бәрі ашылады деп жатыр ғой, шыдасайшы маған. Жұрттың бәріне қарыз болып біттік қой. Қайреке, мынау не болып кетті өмірі алаңсыз. Я той жоқ, я концерт жоқ. Не істеуге болады өзі? Осы дейді соны пайдаланып неге бизнес аша алмайсың қанша? Баршаңыз қош келдіңіздер. Бүгін менің осы Қанат деген супермаркетіме Магазин құтты болсын. Ақшаны күректеп тауып жатқан шығарсыз, сендер кімсіңдер? Не ағып жүрсіңдер арада? Сіздің бізде бір видеоңыз бар. Сізге біз уақыт береміз. Өзіңіз қараңыз, ары қарай жай ма? Ой, ол видеоға мән бермей қойшы, өшіріп тастаған шығар, ол мән бермей. Ойбай, мән бермей өшіре салатын саған Ернар Айдар ма еді олар? Жақын ана стрелкаға. Стрелка деген қандай кафе ол? Бізге орыс қатын келіп тұрған. Тоқта, не деп тұрсың сен? Орыс емес, неміс қатын. Шатасыңыз-ау деймін. Мен Бәке емеспін. Сәке. Сәке де емеспін. Мәке, қалайсыз? Мәке де емеспін. Әке дей берейінші. Өзіңізге ұнаған әріпті алдына қойып аласыз, Сәке. Че, береге папулты? Өнер адамы болды, лоқ деп ойлайсыңдар.